Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 10-шы бөлім. Байқаймын екеуміз алғаш кездесіп тұрмыз. Не? Гаел, сен бе? Сен маған келдің бе? Олғи осылай киінбейсің бе? Өзгеріп кетіпсің. Мүмкін қыдырып қайтармыз. Гаел? Ол танысың ба? Жоқ, бірінші рет көріп тұрмын. Гаел, бұл жігіт кім? Менің жүрегімді жаулап алған ару қыз осы. Мәссаған! Гаел, менің қызым болуға келсесің бе? Гаел. Қыздың бағы бар екен. Оның көзіне түсу үшін не істейді екен? Ойыныңды бастадық. Енді ақырына дейін ойнап шығу керек. Я, рахмет. Ағай, біраз қабақ сорпасы. Я, әрине. Мұнаның бәрі не үшін керек? Жанди, ертең әулие Валентин күні ғой. Ерекше бір нәрсе істегің келеді. О, бұны кімге сыйламақсың? Маған ба? Маған көмектескен бір адамға. Ал өзіңше, чемпионға шоколад сыйлағың келе ме?
онда мынаны ал. Ненің құрметіңе сыйлауым керек екен. Мынаны көрсем бола ма? Жоқ, оны болмайды. Сосын мынаны да. Болды дейм, жетер. Өтінем. Жоқ дедің ғой саған. Ей! Қайда тап болдым мен? Осындайда дәмхана болам екен. Мүлдем ерекшеленбейді. Бас аспаз деген бар ма өзі? Енді тамағы қандай екенін көрейік. Қазір. Ата, біздің тамағымыз өте дәмді. Чачанмён әкел. Ата, біздің дәмханада тек сорпа ғана дайындайды. Егер чатжанмен жегіңіз келсе, Қытай мейрамханасына барыңыз. Мен чачанмён дедім. Ата, түсіндіріп тұрмын ғой. Осы маңда Қытай мейрамханасы бар. Жап жақын. Сонда барыңыз. Күте тұрыңыз деп айтыңдар. Не? Қазір чачанмен пісіріп берем. Иә. Қалай екен? Бұдан жаман чачанмен жеп көрмеппін. Аспаз деген осындайда болады екен ау. Оңбаған. Мұнысыны сүй. Кім сорпа сататын жерде чатжанмен сұрайды? Атай, чатжанмен үшін ақысын төлеңіз. Қанша тұрады? 3500 вон ғой, я? Мұндай арнайы тапсырыс үшін 5000-ді алуға болады. Мынау не? Чачанменнің ақысы. Ақша төлеуіңіз керек. Мынаны не істейміз? Сендер дайындаған чачанменнің құны жоқ. Ана аспаздарын айтыңдар. Келесі жолы мына балықтан сорпа пісіріп берсін. Не? Тағы келесіз бе? Осындайда тамақ болады екен. Неткен асхана бұл. Аспаздарыңның қолынан түк келмейді. Сау болыңыз. Мынаны қара. Ай! Өзі қызық адам екен. Оның сөзіне мән бермей-ақ қойыңыз. Алжыған бір шал ғой. Қайтесіз? Бізге де дәмін татып көруге бола ма? Қандай дәмді? Қандай дәмді? Дәмі керемет. Ол енді сорпа пісіргелі жүрме? Аспаз! Ертең әулие Валентин күні ғой. Ерекше бір нәрсе істегім келеді. Бұны кімге сыйламақсың? Маған көмектескен бір адамға. Ал өзіңше чемпионға шоколад сыйлағың келе ме? Шоколад. Шоколад сыйлайын ба? 나를 잘 모르겠어 내가 이럴 줄 몰랐어 당황스레 홀라
소란스레 자꾸 너만을 찾잖아 이런 내 맘을 다 그쳐도 네가 내 곁을 스치면 또 그렇게 웃으면 난 아무것도 못해 Мені мына жерге не үшін шақырдың? Кездесетін орынды да таңдай алмайсың. Сені алғаш рет шақырып тұрмын ғой. Көңіл күйімді бұзбаша. Күн суық. Бір жерге кіріп отырсақ қалай болады? Еріп жүре бер. Қайда барамыз? Тағы да мен білмейтін бір жерге апармақсың ба? Ей! Қайда кеттің? Мұнда жып-жылы, жарық, шайы да тегін. Бұл жер сен сияқты құларға арналмаған. Адамдармен қалай сөйлесесің өзің, а? Мына түріңмен компанияның болашағы не болар екен? Ал мынауың не? Айтшы. Мынау ма? Жай ештеңе. Көруге бола ма? Бұл не? 다른 사람 주려고 Біреуге арнап дайындағам. 멍친 건데. Бірақ ойдағыдай шықпады. 야, 모양 되게 반맛없지? Түрі онша болмаса да, бірақ жеуге болады. Қане? Тоқта! Бұны маған бердің ғой. Демек бәрі менікі, тиме? Сіздер осы күнді ұзақ күткенсіздер. Бүгін телефон ұтып алғысы келетіндер үшін тамаша мүмкіндік. Қатысушыларды сахнаға шақырамыз. Ниет білдіргендер өте көп. Ал мынау бүгінгі кештің сыйлығы. Енді соңғы жұпты күтеміз. Соңғы жұп болды, жарысты бастаймыз. Сіздерге біраз терлеуге тура келеді. Оның үстіне үміткерлерді көп екен. Сонымен алғашқы жұп сәттілік, екінші жұп, үшінші жұп, төртінші, бесінші, сәттілік, алтыншы, жетінші. Сәттілік! 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 Жарыстың ережесі қарапайым. Сәттілік. Артық заттарды тастаңыздар. Серігін ең ұзақ көтеріп тұрған адам жеңеді. Ал қанекей, тездетіңіздер. Дайынсыздар ма? Бастаймыз. 1, 2, 3 дегенде бастаймыз. 1, 2, 3. Жігітім аздап еңкейіңіз. Қыздың бойы жетпей тұр ғой. Ал бастадық. Уақыт өтіп жатыр. Үміткерлеріміз әлі шыдап тұр. Иә, шыдамы жетпеген алғашқы жұп. Міне, анықталды. Олар ойыннан шығады. Ал біз әрі қарай жалғастырамыз. Енді қатысушылардың міндеті қиындай түседі. Олар отырып тұрады. Тағы 2 жұп ойыннан шықты. Сіздер де ойыннан шықтыңыздар. Қанеки, мұнда тағы біреулер шыдай алмады. Ең мықтылар іріктеліп шықты. Қане? Мәссаған. Ең соңғы 2 жұп қалды. Қайсы жеңіп шығады екен? Әлі қанша уақыт шыдай аласыз? Мен соңына дейін шыдайым. Өте жақсы. Ал жігіт не дер екен? Ұтқанға дейін. Қалай дейсіз? Қайталаңызшы. Қане, ұтқанға дейін дейім. Тамаша. Жігітіміз өз күшіне сенімді екен. Енді қыздың пікірін білейік. Жігітіңізге қандай тілек білдіресіз? Жарайды, ештең айтпасаңыз да болады. Ең бастысы шыдаңыздар. Химиялық тазарту қайдан ғана кіріп кеттік, а? Тыныш, күшіңді сақта. Егер мені біреу танып қойса, ертең барлық газет шулап кетеді.
Жоқ, оны өз күшіммен алғым келеді. Түсінесің бе? Егер телефон керек болса өзім алып берем ғой. Өз күшіммен? Бұл менің күшім емес пе? Енді ережені қиындата түсеміз. Қатысушылардың бірнеше рет отырып тұруын өтінеміз. Қанекей? Керемет. Жақсы. Міне. Ақыры акция жеңімпазда анықталайын деді. Қане, шаршамаймыз. Бір жұбымыз ойыннан шығайын деп тұрған сияқты. Иә, ойыннан шықты. Жарайсыңдар. Екінші жұп жарады. Жарайсыңдар. Жеңімпаз анықталды. Сіздерді құттықтаймыз. Бәріміз қошеметтеп қояйық, қане? Ал сіздерге сәттілік тілейміз. Қошемет көрсетіп қойыңыздар. Сіздер ең мықты жұпсыздар. Жіберіңдер. Кімге айтып тұрмын? Жіберіңдер. Гайыл, мұнда қайдан жүрсің? Мен жай... Көрмей тұрсың ба? Сені құттықтауға келген сияқты. Бүгін әулие Валентин күн екен ғой. Қараш, мұрнына дейін қызарып кетіпті. Гайыл, ішке кір, шай ішейік. Жоқ, рахмет, мен бара берейін. Қырсығудың керегі не? Бізбен бірге жүр. Мен барып шай қояйын. Сыйлығыңды ана жерге қоя сал. Менің кеткенім жөн болар. Жібер мені. Жақсы қыздардың осылай кеткенін ұнатпаймын. Гайыл, тыңда мені. Өткен жолғы ойын болатын. Арға бармай-ақ қояйық. Өз серігіңді тапқанға дейін сыйлығыңды мен сақтай тұрайын. Рахмет.
Такси шақырып па едіңіз? 어떻게 알고? Сонда екенімді қайдан білдің? 말했잖아. Біреуден арнайы тапсырыспен жіберді. 네? Не? Чүнпио үйіне кетіп бара жатып телефон соқты. Көп рахмет. Сау бол. Чанди, бірдеңе болып қалса, маған хабарла. Соншама не болуы мүмкін? Ештеңе болмайтын шығар. Иә, 설마 онда ештеңе бола қоймас. Чунпио екеуміздің арамыз соншалықты жақын емес қой. Сау бол. Кім Чанди? Бәрі жақсы болады. Алаңдамай-ақ қой. Бас киіміңді шешпейсің бе? Не? Өзім де қайтарып бергелі тұрғам. Иә. Ал. Рахмет. Сау бол. Әкесі кір жуатын жерде. Шешесі моншада істейді дейсің бе? Иә, дұрыс айтасыз. Олғы Шинхуа мектебіне қалай түскен? Не айтып тұрғанымды түсінесің бе? Кім қабылдады оны? 회장님께서 Оны қабылдауға өзіңіз бұйрық бердіңіз. Қоғамдық пікірдің қауіптілігі неде екенін білесің бе? Өйткені қоғамның өзі сауатсыз. Қоғамда бүлік шықса болды, оны басқару мүмкін емес. Осы былықты кім бастады? Енді соны өздері түзесін. Бұл туралы неге айтпай жүрсің? Мырза, ол Бикешпен жай уақыт өткізіп жүр деп ойладым. Қайдағы Бикеш ол, қайдағы? Кешірім сұраймын. Олыңыз сізбен... Оған тиісуші болма. Не? Ол қызға тиіспе. Сені түсінбей тұрмын. Сен әлгі арқалап тұрған қызды айтасың ба? Содан басқа жұмысым жоқ деп бедің? Шинхуа корпорациясының басшысы ондай ұсақ түйекке көңіл аудара бермейді. Олай болса басқа айтарым жоқ. Дайындал, қазір шығамыз. Жақсы, ханым.
Дер кезінде шықтың. Мынаны қайдан алдың? Қызық сұрақ. Шынымен қайдан алдым? Жеме оны. Жиху. Мені мазалайтын бірақ нәрсе. Оған қауіп төнген сәтте ештеңе білмей қалуым мүмкін. Бәрінен де содан қорқам. Уайымдама. Кімжанди мықты қыз. Өзің де білесің. Қасында біз бармыз ғой. Бізге сенуіңе болады. Әрқашанда көмектесеміз. Әлемге әйгілі Кан Кису ханым дүниежүзілік қонақ үйлер қауымдастығының президенті болып сайланды. Мақсатына ұмтылған адам үлкен жетістіктерге жетеді. Қараңдаршы, бұл әйел кім? Чунпионың апасы ғой. Иә, Шинхуа компаниясының қожайыны ерекше адам екен. Қарашынағы жеңімпаздың өзі. Қара. Мақсатына ұмтылған адам үлкен жетістіктерге жетеді. Қалай ұқсайын ба? Мүмкін ол екеуміз құдағи болармыз. Иә. Рас па? Иә. Ұқсайсыз, апа. Біреу келді. Чунпи ағай. Мұрагер Чунпи ме? Иә. Күйеу бала ма? Чунпи ағай. Бір жерден көрген сияқтымын. Жаңа ғана жаңалықтардан көрсеткен жоқ па? Иә. Мақсатына ұмтылған адам ең үлкен... Құдайым-ау! Президент ханым. Президент ханым. Бұл кім? Күтпеген жерден жетіп келіп, таң қалдырдым ба? Жоқ, мұныңыз не? Чемпион келіп жүр ғой, сіздің балаңызды айтам. Содан бері бұл кездесуге дайындалып жүргенбіз. Чемпион келіп жүрме мұнда? Әрине келеді. Бір рет қонып та кеткен. Кимчи дайындауға көмектесті. Бірге моншаға түстік. Жарайды, бірден іске көшейін. Әрине, айта беріңіз. Сіз іскер адамсыз ғой? Мен өмірге келген сәттен бастап, әр адам маңдайына жазған жерде өмір сүреді деп есептеймін. Чемпион тек Корея емес, бүкіл дүние жүзіне әйгілі адам болуы тиіс. Әрине, дүниежүзілік Шинхуа компаниясының мұрагері ғой. Ол үшін қолымнан келгеннің бәрін істеймін. Өз перзенті үшін әр ана солай істейтін болса керек. Иә, дұрыс айтасыз. Шөпті дұрыс өсіру үшін, чемпионның өмірлік серігі болу үшін Чандиді дұрыстап тәрбиелеуге мен де бар күшімді салам. Сондықтан да менің айтып тұрғаным басқа. Гольф алаңындағы Гүлзарды айтып тұрмын. Не? Гүлзарды жақсылап өсіру үшін не керек екенін білесіздер ме? Тың айтқыш па? Арам шөптен тазалау керек. Қайтадан шықпас үшін
тамырымен қопарып, түгелдей өртеп жіберген дұрыс. Сонда не айтқыңыз келіп отыр? Сонда біздің қызымыз арам шөп болғаны ма? Мені түсінгеніңізге қуанып отырмын. Жалпы арам шөпті құрту үшін әдетте улы химикаттар қолданады. Бірақ менің әдісім басқа. Көмекші Джонг, Иә, ханым. Мұнда 300 миллион бар. Не? 300? аз болады десеңіздер тағы да берейін. Балам үшін ештеңе де аямайым. Тек бір шартым бар. Көмекші Джонг, Иә. Чунпё мен Чандидің кездесуіне тыйым салу шарты. Мына қолхат сіздің Чунпё мырзамен жолығуыңызға тыйым салады. Осыған қол қойыңыз. Тыңдаңыз. Қымбаттым. Қымбаттым. Апа! дереу үйден шығыңыздар. Мұныңыз үлкен қателік болды. Қателік? Менің қызымды арам шөп дегеніңіз қателік болды. Табаныңды жалтырат. Естіп тұрсың ба? Гансан, полицияға хабарла. Сен неғып отырсың? Шабаданын қоса лақтырып таста. Бол тез. Шығар мынаны. Жарайды. Кейін өкініп жүрмейсіздер ме? Мен бұндайды екінші рет ұсынбайым. Ал мен сені ендігәрі көргім келмейді. Жоғалт көзіңді. Бол. Кетейік бұл жерден. Иә, ханым. Апа! 당신은 어디서 그런 용기? Апа! Сен жарадың. Мен сені мақтан тұтам. Апа! Оған біз үшін намысты ақшаға сатып алмайтынын көрсеттіңіз ғой. Бұл керемет болды. Балам, не айтып отырсың? Қалай сатып ала алмайсың? Ақшаға бәрін сатып ала аласың. Ақшадан артық ештеңе де жоқ. Біліп қойыңдар. Ештеңе де артық емес. 여보. Онда неге қуып шықтың оларды? Балам, қалай қумайын? Корпорация мұрагерінің әйелі болудан бас тарту үшін небәрі 300 миллион беріп тұр. Бұл нағыз масқара ғой. Масқара. Сонымен? Мәселен, сен Чунпёға күйеуге шығасың. Оның шешесі мәңгілік тұрмайтын шығар енді. Бір күні Шинхуа корпорациясы түгелімен Чунпёның меншігінде болады. Ал ол небәрі 300 миллион беріп отыр. Бұнысы тым аз ғой. Апа! Не? Ең бастысы өзің айнып кетпесең. Біздің мақсатымыз Шинхуа байлығына қол жеткізу. Сауда-саттық, автокөлік саудасы, тағы несі бар еді? Әлгі... Қонақ үйлер? Иә, дәл өзі. Қонақ үйлер де сенікі болуға тиіс. Апа! Кім білет? Енді 20 жылдан кейін сен де әлгі әйел сияқты отырасың. Мақсатына ұмтылған адам үлкен жетістіктерге жетеді дейсің. Иә, солай. Апа! Сенен мықты ешкім жоқ. Қымбаттым. Не? Сенің бүйтіп әріден ойлайтыныңды білмеп едім. Міне, енді білесің.
Гүлзарды жақсылап өсіру үшін не керек екенін білесіздер ме? Арам шөптен тазалау керек. Қайтадан шықпас үшін тамырымен қопарып, өртеп жіберген дұрыс. Кешіріңіз. Кіру билетіңіз бар ма? Кештетіп, не қып жүрсің мұнда? Ал өзіңше. Мұнда не қып жүрсің? Суда жүзуді қысқа олимпиадаға қосқанын естімеппін. Мен жай. Көңіл күйің жоқ па? Билетің болмаса, сахнаға шығып өнер көрсет. 너 하나밖에 난 모르고 다른 사람을 보고 있는 너 이런 내 마음도 모르겠지 너의 하루엔 나란 없겠지 또 추억조차 없겠지만 너만 바라만 보고 있는 자꾸 눈물이 흐르고 있어 너의 뒷모습을 보는 것도 난 행복이야 아직 나의 마음을 몰라도 끝내 스치듯이 가도 Бүгін шешуді ұмытқам жоқ. Не айтқың келді? Жай. Таң қалып тұрмын. Не үшін? Ішімде мазасыздық дабылы соғылса, бірден сен шыға келесің. Дабыл дейсің бе? Сонда өрт шыққандағы сияқты ма? Иә. Онда мені жұмысқа ал. Қайда? Кім Шәндидің өрт сөндірушісі болайын. Бүгінгі кешің үшін рахмет. Сау бол. Иә, апа. Не болды? Жылауды қойып, дұрыстап айтсаңшы.
Олар неге химиялық тазартудан бас тартып отыр? Қожайынның әлгі жалқау баласын Шинхуа Электроникске жұмысқа алыпты. Жылжымайтын мүлік орталығындағы Юмырзаның айтуынша, енді бізге ешкім жалға үй бермейді екен. Қап. Қызым, кім бұлай істейді? Әуелі ескертпейм екен. Бір отбасын күнкөріс көзінен қағуға болам екен. Бұны қалай түсінеміз енді? Ол бізге ескертті ғой. 그런데 Ал сен оған тұз шашып жібердің. Иә, шаштым. Сендер не айтасыңдар? Не істейміз енді? Қалай өмір сүреміз? Бұл не тағы? Бүгін бірінші күн үйреніп кетесіңдер. Болашақ табысымыз алғашқы күні қалай жұмыс істеуімізге байланысты. Қане баста. Кофе, ыстық кофе алыңыздар. Қане қымбаттым? Кальмар алыңыздар, кальмар. Қане қаттырақ Қаттырақ әке. даусыңды шығарсаңшы. Күлімсіреуді ұмытпа. Кальмар алыңыздар. Даусың қуанышты шықсын. Күлімсіре. Қанеки. Өзіңізбен бірге кальмар ала кетіңіздер. Енді мен байқап көрейін. Қытырлақ нан алыңыздар. Қанеки, қытырлақ нан алыңыздар. Қалай ойлайсыңдар? Сәті түсем екен. Әрине күмәнің болмасын. Қане? Бәріміз бірге? Бәрі жақсы болады. Я! Қытырлақ нан. Небәрі 3000 вон. Кофе алыңыздар. Кофе 1000 вон. Қанеки? Қане келіңіздер. Алыңыздар. Қытырлақ нан. Келіңіздер, алыңыздар. Қытырлақ нан алыңыздар. Қытырлақ нан. Қытырлақ нан. Қытырлақ. Апа, не істеп тұрсың? Қытырлақ нан алыңыздар. Қытырлақ нан. Апа, үнің шықпай қалыпты ғой. Қаттырақ айғайласаңшы. Қытырлақ нан алыңыздар. Осылай. Қане? Қытырлақ нан. Қытырлақ Сені нан. ешкім естімейді де. Қытырлақ нан. Жарайды, Қытырлақ түсіндім. нан. Кешіріңіз, қытырлақнан беріңізші. Әлде таусылып қалды ма? Апа, неғып сілейіп қалдың? Кешірім сұрайым. Сізден 2000 вон. Қытырлақ нан алыңыздар. Маған не бар онда? Өзің бара бермейсің бе? Несіне мазамды ала бересің? Жетер енді. Өйткені Шинхуа корпорациясының мұрагері мен емес, сенсің. Неге кептеліске тап болдық? Басқа жол құрып қалды ма? Көмекші Джонкан бір затты сатып әкелші. Нені? Әне, көшеде сатып жүр ғой. Дөңгелек бірдеңе. Қалай атайтын еді? Қытырлақ нанды айтып тұрсыз ба? Иә, сол. Әзілің бе? Президент Кан көшеде қытырлақнан сатып алып жүрме? Есіңнен адасқаннан соңмысың? Көмекші Джонг. Иә, ханым. Кешіріңіз. Бір қорабым бола ма? Иә, қазір. Сізден 2000 вон. Рахмет. Жақсы. Кан ханым, мұны не істейін? Мұны қалай жеуге болады? Ораған қағазы шаң басқан, уланып қалармыз.
лақтырып тастаңыз. Жарайды. Қарындас, бір кесе кофе беріңізші. Қарындас! Әпке, сенен кофе сұрап тұр ғой. Не болды саған? Міне кофеңіз, ағай. Қытырлақ нан. 2000 вон ғана. Машинаны тоқтат. Жүре бер. Тоқтат. Тоқтатудың керегі жоқ. Естімей тұрсың ба мені? Күчімбе? Кімчанди, сол жерде тұра бер. Өтінем, қозғалма. Жарайсың, Кімчанди. Жарайсың. Неге маған ештеңе айтпадың? Егер айтсам, тағы да ақшамен келіп, бәрін шешуге тырысасың. Солай емес пе? Химиялық тазарту орнын басқа жерден ашуға болатын еді ғой. Бірақ көшеде жүргенің... Иә, білем. Мен үшін де, отбасым үшін де ұялып жүрген шығарсың. Ал маған бәрібір. Менің айтайын дегенім... Екеуміздің достығымыз отбасымызға тәуелді емес. Жігітім болсаң да, ештеңені өзгерте алмайсың. Ренжіме. Онда не істе дейсің маған? Көшеде қалай тамақ сатып жүргеніңді көріп жүре берейін бе? Айтшы. Иә. Білмегендей жүре бер. Не? Егер менің жігітім болып қалғың келсе, онда қарада жүре бер. Химиялық тазалау. Осы сөзді көптен бері естімеп едім. Қайтеміз енді. Бұдан былай мен химиялық тазалау емеспін ғой. Кімчанди, сені қорқытқым келмейді. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Менің апам сондай адам. Оның қай кезде не істейтінін ешқашан біле алмайсың. Иә, оны байқадым. Маған уәде берші. Не? Егер бірдеңе бола қалса, бірден маған айтып бересің. Жарайды. Қандай жағдай болмасын, мені тастап кетпеймін деп уәде бер. Қане. Бұған уәде бере алмайым. Неге? Сенен талай рет кетіп қалғым келген. Бірақ апаң үшін емес, өзің үшін. Ей! Бір нәрсеге уәде берем. Еш қашан сені апаңа бола тастап кетпейм. Сенің Кімчанди болғаның қандай жақсы? Не? Қарапайым батыл Кімчанди, менің қызым болған үшін бақыттымын. Осы уәдеңнен кейін менің көңілім
жайланып қалды. Түсінбедім. Бұл мазақтағаның ба сонда? Кофе ішесің бе? 사랑의 그대 두 눈 채울 수 있다면 사랑의 그대 내게 웃음 보여준다면 저기 별빛마저도 모두 가져다 줄 텐데 사랑에 이런 내 맘 전할 수 있다면 사랑의 그대 그만 가르쳐 준다면 모두 닮아갈게요. Love you, love you, love you. Алло, сәлеметсіз бе? Кешкі жұмыс туралы хабарласып тұрған ем. Түсінікті. Жақсы, сау болыңыз. Асқабақ сорпасы дайын. Рахмет. Міне сіздің асқабақ сорпаңыз. Асыңыз дәмді болсын. Бірақ өте ыстық. Байқаңыз. Аузыңызды күйдіріп алмаңыз. 아가씨 Қамқорлығыңызға рахмет. Жиі келіп тұрыңыз. Біздің сорпамыз өте дәмді. 근데 Өзіңіз әдемі екенсіз. Студентсіз бе? Жоқ, әлі мектепте оқимын. Онда аздап қиындау екен. Нені айтасыз? Біздің фирма студенттерге сән үлгісін көрсетуді ұсынады. Сол жұмысқа лайық екенсіз. Түсінікті. Сіздер ол үшін қанша төлейсіздер? Мінекей. Қош келдіңіздер. Не алғыларыңыз келет? Кофе ме әлде қытырлақ нан берейін бе? Қымбаттым көрмей тұрсыңдар ма? Олар кальмар алғылары келеді. Қаншасын орап берейін? Бұл жерде сауда жасауға кім рұқсат берді? Не? Жігіттер, қиратыңдар бәрін. Құдайым-ау! Не боп жатыр? Бізді шайымызға қалдырыңдар. Бұл біздің жеріміз. Құдайым-ау! Кім сендерге рұқсат берді? Құдайым-ау! Тоқтатыңдар. Ақша төлеңдер. Оған қатысы бар деп ойлайсың ба? Сол үшін алаңдап тұрмын. Өзің анығын білмейсің бе? Телефоныңды берші. Телефон? Неге? Сенікі қайда? Алло? Алло? Иджон, сен бе? Алло? 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 Сәлем, Гаил. Я. Қалайсың? Сәлеметсіз бе? Сізге қанша құяйын? Толтырып қой. Ақысын қалай төлейсіз? Джиху. Өзімде әзер тұр едім. Рахмет. Тым көп жұмыс істейсің ғой өзің. Сен не, мені білмейсің бе?
Кореяның еңбекқор қызы кім Чан деймін. Жұмыс істемей 1 минутта отыра алмайым. Өтірік. Не? Шаршағаннан мұрның қанап кетті. Менің орамалым бар. Сен үшін жаным ауырады. Егер чемпион болсам, жүрегім қанжылар еді. Өтінем, оған ештеңе айтпай-ақ қойшы. Бұл менің қиындығым. Бәрін өзім жеңем. Кейін мақтанып отыратын болам. Чемпионға қызығып тұрмын. Жарайды. Мен кеттім. Гансан, неге тамақ ішпей жүрсің? Әлде тамаққа ақшаң жоқ па? Бір күні қалам ұстай алмай қаласың ғой. Мыналар не деп тұр? Оларға мән берме. Гансан, тамақ ішпей жүрсің бе? Жоқ. Қане бері кел дейм. Шыныңды айт. Әйтпесе мектебіңе барам. Өзім ғой, ақша жұмсағым келмейді. Мұғалім мен үшін төлегісі келген. Бірақ мен келіспедім. Мен неге мұны енді естіп тұрмын? Сен болсаң, таң атқаннан түн жарымына дейін жұмыстасың ғой. Сонда қашан айтады екем? Қызықсың. Сен әлі кішкентайсың ғой. Не істесем екен, а? Ойын-сауық орталығы. Кешіріңіз. Рахмет. Ойын-сауық орталығы. Мұнда кім бар? Кешіріңіздер, ешкім жоқ па? Ешкім жоқ па дейм? 10-шы бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл.